Сәлем достар, менің YouTube арнама қош келіпсіздер. Жалпы бүгін бір өте қызықты футбол айдарын тұсауын кесіп отырмын өзім арнамда. Футбол айдарының аты жұлдызды сәт деп аталады. Жалпы белгілі бір ойыншының дебюттық матчы немесе сол бір есте қалған нағыз жұлдызды матчтарынан сыр шертетін боламыз. Жалпы сол туралы бүгінгі алғашқы санында, осы рубриканың алғашқы санында біз Манчестер Юнайтедтің қазіргі басты шабуыл шебіндегі жұлдызы Антони Марсиальдың дебюттық матчын еске алатын боламыз. Естеріңізге сала кетсем, ол 2015 жылы сол 12 қыркүйек күні ағылшын премьер лигасының тарихындағы ең үздік дербилердің бірі Ливерпуль мен Манчестер Юнайтед арасындағы дербиде орын алған болатын. Жалпы басынан айта кететін болсақ, 2014 жылы Манчестер Юнайтед тізгінін қолға алған Луи ван Гал Манчестер Юнайтедке келген алғашқы күнінен бастап-ақ Манчестер Юнайтедтің сол ұзақ жылдар бойынғы сәтті өнер көрсеткен ойыншылармен қош айтысуды бастады. Луи ван Галдың жалпы қол астындағы Робин ван Перси, Том Клеверли, Рафаэль да Сильва, Луиш Нани, Хавьер Эрнандес Чичарито, Синдзи Кагава, Дэнни Уэлбек, Джонни Эванс сияқты ойыншылар жалпы осы Луи ван Гал келгеннен кейін команданы қош айтқан болатын. Және оның орнына Луи ван Галдың сатып алған Анхель Ди Мария да, жалға алған Радамель Фалькао да, Маркос Рохо да, жалпы Андер Эррера, Люк Шоу сияқты ойыншылары жалпы толыққанды ол ойыншылардың орнын баса алмаған болатын. Және де Луи ван Галдың екінші маусымына көптеген футбол мамандары өте сондай бір сыни көзқараспен қараған болатын. Екінші маусымында Луи ван Гал сол Радамель Фалькаоның жалға алу мерзімі аяқталғаннан кейін қош айтысқан болатын. Және де Анхель Ди Мария өзінің Манчестердегі жалғыз ғана маусымын сәтсіз аяқталғаннан кейін Парижге жол тартқан болатын. Және екінші маусымында да Луи ван Гал командаға өте топ ойыншыларды әкелді десек болады. Ол Морган Шнайдерлен, Матео Дармиан, Бастиан Швайнштайгер, Мемфис Депай сияқты жұлдыздарды алып келеді. Тіпті Мемфис Депай сол команданың басты жұлдызы болады деген болжамдар айтылады. Жалпы екінші маусымында Манчестер Юнайтедтің жанкүйерлері Луи ван Галдан көп нәрсе күткені белгілі болды. Және Манчестер Юнайтедтің жанкүйері ретінде менің өзім де сол маусымға өте сондай бір позитивті көзқараспен бастаған болатынбыз. Жалпы жазғы оқу жаттығу жиындарында, сол Америкада өткен оқу жаттығу жиындарында Манчестер Юнайтед Барселона, Америка сияқты футбол клубтарынан жеңіске жеткен болатын. Жалпы алайда маусым Манчестер Юнайтед үшін біркелкі басталды деп айтуға келмейді. Командаға сондай мықты ойыншылар қосылғанымен, алайда командаға гол соғатын мықты шабуылшы жетпей тұрғаны көрініп тұрған. УЕФА Чемпиондар Лигасының квалификациялық матчында сәтсіз пенальти орындағаннан кейін Луи ван Гал сол бір команданың соңғы жылдардағы үздік шабуылшыларының бірі Хавьер Эрнандес Чичаритоны жалпы Байерге сатып жіберген болатын. Және содан кейін жалпы Манчестер Юнайтедтің құрамында ешқандай шабуылшы қалмады деп айтсақ болады. Және сол уақытта трансферлік ауысымның соңғы күнінде Манчестер Юнайтед өзінің қақпашысы, жаңа ғана құрамына қосылған қақпашысы Серхио Ромероның ақыл кеңесіне тыңдап, Монакодағы жас 19 жасар француз шабуылшысы Антони Марсиальды тез өткізілген келіссөздер барысында 50 миллион евроға сатып алады. Жалпы бұл 50 миллион евро ол кезде өте үлкен бақ өкілдері тарапынан сыни пікірлерге ие болады. Жалпы 19 жасар балаға 50 миллион евро төлеу ол мүлдем бұрын соңды болмаған жағдай. Және Манчестер Юнайтедтің басшылығы есінен толыққанды адасты деп жазғандар да болды. Жалпы Манчестер Юнайтед үшін сол кезде өте жылдам трансфер керек болатын. Себебі сол жазда Манчестер Юнайтед шабуыл шебін күшейтуге Педро Родригеске де, Роберто Фирминоға да, басқа да мықты ойыншыларға қызыққан болатын. Алайда ешқайсысы сол Манчестер Юнайтедтің жалпы құрамына ауысқысы келмеген болатын. Және содан кейін Манчестер Юнайтед осындай тез-тез келісім шарт өткізіп, осы Антони Марсиальды өзінің құрамына қосып алған болатын. Жалпы маусым Манчестер Юнайтед үшін өте сәтті басталды. Себебі маусымның алғашқы турларында Тоттенхэм, Астон Вилла сияқты командаларды жеңеді. Екі турда Астон Вилламен ойында Манчестер Юнайтедтің жас жартылай қорғаушысы Аднан Янузай гол соғады.
алайда сол үшінші турға қарай Манчестер Юнайтедтің сол бір маусым алдындағы проблемалары қайтадан көрініп, Ньюкаслмен 4-ші турда тіпті Суонсиге жеңіліп қалады, Ньюкаслмен тең ойын өткізеді. Және 5-ші турға Манчестер Юнайтед сондай бір өте бірыңғай емес деңгейдегі футболмен келеді. Манчестер Юнайтед пен Ливерпуль арасындағы дербидің әрқашанда тартысқа толы болуына ескеретін болсақ, жалпы сол ойында Антони Марсиальдың негізгі құрамда орын алмайтындығы белгілі еді. Жалпы Антони Марсиаль ол кезде ешкім танымайтын шабуылшы болатын. Алайда сол кездің өзінде франциялық бақ өкілдері Антони Марсиальды Тьерри Анриге немесе Луис Саға сияқты өзінің атышулы отандастарына теңестіріп жататын. Және сол уақытта Манчестер Юнайтедтің құрамында да Антони Марсиальдың жалпы жоқтығын білдірмейтін ойыншылар жеткілікті болатын. Сол кезде Маруан Фелайни де өзінің үздік матчтарын өткізіп жатты. Андер Эррера, Хуан Мата, Мемфис Депай да алғашқы матчтарда өзінің барынша жақсы қырынан көрсетіп жатқан болатын. Және сол матчта жалпы Манчестер Юнайтед кішкене болса да фаворит болатын, себебі Ливерпуль жазғы трансферлік ауысым кезінде өзінің ең басты лидерлері, ол Ливерпульдің ұзақ жылдар бойғы капитаны, символы десек болады, Стивен Джеррардты және де Ливерпульдің жас, сол Стивен Джеррардтың орнын басады, Ливерпульдің болашақта капитаны, лидері болады деп аталып жүрген Рахим Стерлингті жоғалтып алады. Рахим Стерлинг Манчестер Ситиге, ал Ливерпуль Стивен Джеррард өзінің мансабын аяқтауға Лос-Анджелес Галаксиге ауысып кетеді. Оның орнына келген Кристиан Бентеке, Дэнни Ингс, Роберто Фирмино сияқты ойыншылардан жалпы үлкен нәрсе күту ол уақытта мүмкін емес болатын. Және бұл матчтан алдын әрине Манчестер Юнайтед кішкене болса да фаворит болатын. Алайда бұл дербиде ешқашанда бірыңғайлы матчтың өтпейтінін ескеретін болсақ, екі команда да өте сондай бір қарқынды ойын көрсетті. Брендон Роджерске де Луи ван Галға да сол уақытта жеңіс ауа мен судай керек болатын. Алайда бірінші таймда гол көрмеген футбол жанкүйерлері екінші таймның басында сол Хуан Мата мен Эшли Янгтың сол бір комбинациялық айып-добын ойнатуынан кейін Манчестер Юнайтедтің голландиялық қорғаушысы Дейли Блинд есепті өте керемет соққысымен дәл Симон Миньоле қорған қақпаның тоғыздығына топ еткізіп есеп ашқан болатын. Сол голдан кейін ойын қарқыны кішкене бәсеңдеп, ойынның бір 67-ші минутына дейін ойын өте сондай доп келмей, жалпы алаң ортасында ғана ойын жақсы қарқыны алып жатқан. Алайда ойынның 70-ші минутында Манчестер Юнайтедтің атаңызға айналған шабуылшысы Майкл Каррик бір паспен Андер Эррераны айып алаңының ішінде тауып, Андер Эррера сол кезде Джо Гомес, Ливерпульдің жас қорғаушысы, Андер Эррераны шалып құлатып пенальти жасайды. Жалпы бұл уақытта Антони Марсиаль ойынға қосылып үлгерген болатын. Хуан Матаның орнында ойынның 65-ші минутында шыққан жас французды Манчестер Юнайтедтің жалпы сол жанкүйерлері өте қатты ықыласпен қарсы алған болатын. Тіпті қош келдің Антони Марсиаль деген жалпы өте үлкен сондай бір плакаттар ілінген болатын. 9-ші номерді алғаннан кейін мүлдем жалпы Луисаға теңестірулер өте көп болатын. Және Антони Марсиаль алғашқы минуттарда өзін дұрыс көрсете алмай, жалпы кішкене қобалжуы бар екені көрініп тұрған. Және Андер Эррера пенальтиден гол соққаннан кейін Манчестер Юнайтед толыққанды қорғанысқа жатып алды деуге келеді. Тіпті анда-санда ғана шабуылдар жасап жатты. Ал Ливерпуль өзінің 2 гол айырмашылығымен жеңіліп жатқанына қарамай өте сондай бір қарқынды шабуылдар өткізіп жатты. Бір кезде Манчестер Юнайтедтің әрине қорғаушылары қорғап жатқан болса, келесі кезде жалпы сол қақпашы Давид де Гея да өзінің жалпы керемет сейвтермен көзге түсіп жатқан болатын. Алайда ойынның 83-ші минутында қорғаушылар да Давид де Гея да қапыда қалған болатын, себебі Ливерпульдің сол жазғы трансферлер ауысымын кезінде ауысып келген, Астон Вилладан ауысып келген Кристиан Бентеке қайшылап тұрып, сол бір Ливерпульде соққан азғана голының ішіндегі ең сұлуын соқты десек болатын шығар. Қайшылап, әуеден келген допты қайшылап теуіп, жалпы Олд Траффордтағы Манчестер Юнайтедтің жанкүйерлерінің жалпы сондай бір таң қалдырған болатын. Есеп айырмашылығын 1 голға қысқартқаннан кейін жалпы Ливерпуль шабуылшылары толыққанды шабуылға көңіл бөледі және бүкіл командамен шабуылдап жатады. Және сондай шабуылдардың бірінде Ливерпульдің жартылай қорғанысы Антони Марсиальды сол қанаттағы
көзден таса қылып алады, және Антони Марсиаль сол кездегі Олд Траффордтағы дебютант Антони Марсиаль өзінің 50 миллионға тектен-тек келмегенін көрсетіп, Ливерпульдің өте тәжірибелі екі қорғаушысы Мартин Шкиртел мен Дэйн Ловреннің арасынан алдап өтіп, және Симон Миньоленің қақпасының бұрышына допты гол соғады, және бұл голдан кейін Манчестер Юнайтед жанкүйерлерінің төбесі көкке екі елі жетпей қалды десек артық айтқанымыз емес, себебі осындай өте қарама қайшы дербиде, осындай Ливерпульге қарсы ойында Манчестер Юнайтедтің бүкіл бақ өкілдері тарапынан сыналған трансфері осылай шығып, өте тәжірибелі командаға, өте тәжірибелі ойыншылары бар командаға осындай гол соғуы, әрине ол Манчестер Юнайтедтің ойыншыларының беделін арттыратыны сөзсіз болатын, және Манчестер Юнайтедтің сол кездегі жанкүйерлері Антони Марсиальды өте сондай бір беделді шабуылшы ретінде көрді, және Антони Марсиаль жалпы сол ойынның аз ғана бөлігін өткізгеніне қарамастан жұлдызы болды десек болады, және араға бірнеше күн салып Антони Марсиаль Саутгемптонмен болған ойында 2 гол соғады, және солай Еврокубокта да, кубоктық матчтарда да сол маусымда Антони Марсиаль жалпы өзінің сондай бір керемет нәтижелігімен көзге түседі. Жас болғанына қарамай, жалпы сол маусымда Луи ван Галдың қанша сәтсіз маусымы болса да, Антони Марсиаль өзін барынша жақсы жағынан көрсетіп, Луи ван Галдың сол бір Манчестер Юнайтедтегі өте көп сәтсіз трансферлерінің орнын осы бір ғана трансфермен басып, өзін Луи ван Галдың Англия кубогын жеңіп алуына үлкен үлесін қосады. Әрине, араға 5 жыл салып Антони Марсиаль туралы бір ауызды бірыңғай ой пікір айту өте қиын. Біреулер жалпы Антони Марсиальды Манчестер Юнайтед жанкүйерлерінің бір бөлігі жақтырмаса, бір бөлігі әлі де сол бір жас қарқынды шабуылшы ретінде көреді, жалпы болашағынан үміт күттіретін. Алайда одан кейінгі маусымдарының қандай болғанына қарамастан, Антони Марсиаль дәл сол 2015-2016 жылғы маусымда өзінің нағыз сондай бір жұлдызды сәтін өткізді десек болады. Кейін де әрине Антони Марсиальды аса сондай бір сынайтындай ойын көрсеткен жоқ. Антони Марсиаль әр жылдары Алексис Санчес, Златан Ибрагимович, Ромело Лукаку сияқты өзінен бірнеше саты жоғары тұратын шабуылшылардан жалпы сол бір бәсекелестікті жеңіп, осы биылғы 2019-2020 жылғы маусымда өзінің Манчестер Юнайтед құрамындағы ең нәтижелі маусымын өткізіп, 25 гол соққан болатын. Әрине, Луи ван Галдың сол кезеңі Манчестер Юнайтедтің жанкүйерлеріне мүмкін өте сондай бір нашар ойындарымен және өте нашар нәтижелігімен көзге түскен болар. Алайда бір матч, осы Луи ван Галдың қол астында өткен бір матч Манчестер Юнайтедтің жанкүйерлерін әлі күнге сүйсіндіріп еске алатын матч болып есте қала береді, және Антони Марсиаль үшін, сол кездегі 19 жасар дебютант үшін бұл матч нағыз жұлдызды сәті болды деп айтсақ артық айтқанымыз емес. Міне достар, бүгін осындай жаңа айдарымыздың тұсауын кесіп отырмыз. Егер видео сіздерге ұнаса, лайк басып, арнаға тіркеліп, өздеріңіздің достарыңызбен бөлісулеріңізді сұраймын. Сіздермен бірге болған мен, Батиньо KZ арнасы.